күн жайлы сандуғаш. Good evening, everyone. Welcome to my icebreaker speech. I'm happy to see you here. And I'd like to start my icebreaker with a little activity for you. Бұл менің ең бірінші танысу сөзін бастағандағы жолым. Бұл 2022 жылдың мамыр айында болған. Алматы Тоастмастерсқа ең бірінші келіп, өзінің танысу сөзімді осылай бастаған. Енді келіп, 2,5-3 жылға таман таяған кезде, екінші танысу сөзінде өзім туралы не айтсам болады екен деп ойландым. Ар ойландым, бер ойландым. Еш нәрсе ойыма келмеді. Мендегі бар ой өзімдегі даму жолында айта бергім келді. Ар ойланып, бер ойланып, сосын мынандай бір күшті идея келді маған. Аудиторияны өзіне сұрасам қайтеді? Мүмкін оларда сұрақ бар шығар. Мүмкін мен туралы білгісі келетін жайттар бар шығар. Я Тоастмастерде мені көп адамдар біледі, бірақ қазақ Тоастмастерде мысалға көбісі біле бермейтін шығар деген оймен келдім. Сондықтан бұл менің танысу сөзімді сұрақ-жауап ретінде өткізгім келді. Енді сұрақтарыңыз болса, дайындап отырыңыздар, ал мені танымайтын адамдарға өзім туралы қысқаша ақпарат бере кетейін. Менің есімім Сандуғаш, мен 30 жастамын, авиацияда 9 жыл болды жұмыс істеп жүргеніме. Алматы Тоастмастерге, болмаса Тоастмастерге келгеніме 2,5-3 жыл болды. Және мен толық емес жанұядан шыққанмын. Яғни менің әке-шешем ажырасып кеткен. Басқа не айтсам болады? Басым бос. Тағы не айтсам болады? Жұмысым өзіме ұнайды, бірақ кей жерлерде қиналып кеткен кезде басқа жұмысқа, басқа сфераға ауысып кеткім келеді. Жалпы ақпарат осы мен туралы. Сұрақтарыңыз бар болса, бастап кетейік. Жоқ па? Неге 9 жыл авиацияда? 9 жыл мен Иньязда университетте оқып жүрген кезімде деканат бір күні бүйтіп келіп айтты. Эйр Астана ашық есік күндерін өткізіп жатыр екен, барып өздеріңді көріңдер деді. Сосын бүйтіп ойландым. Ар ойландым, бер ойландым, группаластарымнан барып сұрадым, сен барасың ба? Олар айтты, білмейміз деді. Сосын мен бүйтіп, ол кезде мен тәтеммен бірге тұратын, тәтеммен барып шай ішіп отырған кезде айттым. Бізге деканат осындай деп айтты. Осындай мүмкіндік бар деп айтты. Бірақ мен білмей тұрмын. Менің группаластарым бармаймыз деп айтып жатыр деп едім. Ол кісі айтты, бұл деген күшті жаңалық қой, неткен керемет, сен баруың керек, еш нәрсе білмеймін. Менің бір танысым бар, сондай жақта ұшып жүр, ақшаны көп табады, квартира алды, машина алды, сен де сондай боласың, бар деді. Үстіме көйлек берді, шашым жинап берді, бәрін берді, бар деді. Сенің істеуің керегі, ол резюмеңді шығарды, сол күнге бар деді. Сөйтіп бардым, өтіп кеттім. Ешқандай арман болған жоқ, ұшу, дүниенің жүзін көру деген арман болған жоқ. Бір ғана мүмкіншілік, сол мүмкіншілікті қолданып, осылай авиацияға келгенде 9 жыл болды. Сіздің ең қызық, өзіңіз көрген ең қызық оқиға жұмыс істеп жүргенде авиацияда. Мүмкін көшбасшылық керек кез болған шығар. Сіздер көп кісілермен жұмыс істейсіздер. Ең қызық оқиға деп бірінші рет сұрақ қойып тұр, қызық екен өзіме. Өйткені көбінесе ең қорқынышты қандай жайт болды деп сұрайды. Ең қызық оқиға дегенге, енді қызық па, қызық емес па білмеймін, бірақ мен есімде қалып кеткен жағдай. Астанаға ұшатын болдық. Командир айтады, бас бортсерікке айтады, біздің бір двигатель жұмыс істемейді. Жұмыс істемейді емес, ол жұмыс істейді, бірақ жерден бізді оталдырып жіберу керек, біз ұшып кетеміз, бәрі жақсы болады дейді. Бұндай ақпаратты ешқашан еш жерде айтпау керек негізі. Біздің өзімізге де айтып жеткізбеу керек. Бірақ сол күні білмеймін қалай екенін біліп қалдық сол ақпаратты. Сосын мен жанындағы әріптесім, баласы бар, күйеуге тиген, қатты ойлана бастады, қорқа бастады. Мен баламды көрмей қалсам қайтем, қазір Астанаға жетпей қалсақ қайтем, бір двигатель жұмыс істемейді деп айтты деп. Сол кезде ғана түсіндім, бұл жұмыстың қандай қиын екенін. Себебі ол уақытқа дейін ойланбай жүре бердім менде. Менде ондай жоқ. Мен ұша
келем қорқыныш жоқ. Ал сол кісінің өзінің баласын ойлап, өзінің жанұясын ойлап сонша қатты қорыққаны мені де ойландырды да. Сол есімде қалып кеткені бар. Білмеймін енді бұл қызық жайт па сіздерге, қызық емес жайт па білмеймін, бірақ менің есімде осындай қайтып қалып кетті. Рахмет сұрақ. Иә. Тағы бір сұраққа уақыт бар деп ойлаймын. Болашақта қандай жұмыс жасауға армандайсыз? Ох, өзекті мәселе. Мен үшін өте өзекті мәселе, себебі қанша жыл болды осы жұмысымды ауыстырамын деп келе жатқаныма, алайда ауыстыра алмай келе жатырмын. Енді өзімді көріп тұрсам, өзімнің қабілеттеріме қарайтын болсам, бір менеджер ретінде өзімді көремін, топ менеджер ретінде. Болмаса ұйымдастырушылық қабілеттерімді қолдана алатын жерге жұмысқа тұрған. Өзімді солай көріп тұрмын, сондай жерге жұмысқа тұрамын ау деп. Болмаса, ең соңғысы менің енді ішкі жан дүниемде жатқаны, ол өздеріңіз білесіздер, көбісі білетін шығар, мен өлең айтқан жақсы көремін. Өлең айтып әнші болып кетсем ба деген ойым бар, білмеймін енді, көрерміз бұл жағын. Сондықтан сұрақтарыңызға жауап бердім деген үміттемін, мені жақынырақтан таныды деген үміттемін. Ал енді сіздерге сұрақ, егер сізде осындай танысу сөзін екінші рет беретін, немесе бірінші рет беретін мүмкіндік болса, сіздер өзіңіз жайлы не айтатын едіңіздер? Сол туралы ойладыңыздар ма? Енді ойлануға мүмкіндік бар. Рахмет. Сандуғаш, өте қызықты формат.